Сәлеметсіздер ме балалар? 88-ші сабақ Ф әрпімен танысамыз. Ең алдымен каналға жазылуды ұмытпа. Ф әрпі бізде дауыссыз дыбыс екен. Бірге қайталайық балалар. Ф әрпін моншақтардан жасап көр дейді. Келесі суретке назар аударайық. Олжас анасымен телефонмен сөйлесіп отыр екен. Бұл жерде Ф әрпі кездесіп тұрған сөз телефон екен. Телефон сөзін буынға бөлейікші балалар. Телефон. 3 буынды сөз екен. Жақсы, келесі қараммен жазылған сөздерді оқиық. Кофе, кафе, ферма, фирма, футбол, телефон. Келесі өлең берілген екен, оқиық. Оң таңбалы цифрлы, әрекеті сиқырлы. Керек санды бассаң сен, сөйлесесің достармен. Әбдірахман Асылбек авторы екен. Сонымен жауабы телефон екен. Оң таңбалы цифрлы, әрекеті сиқырлы. Керек санды бассаң сен, сөйлесесің достармен дейді. Яғни, біз телефон арқылы сөйлеседі екенбіз балалар. Келесі суретке назар аударайық. Суретте микрофон және кофе берілген екен. Ал біздің сызба нұсқамызға қайсы сәйкес келеді? Кофе сөзі сәйкес келеді. Буынға бөлейікші. Кофе. 2 буынды сөз екен. Дыбыстық талдау жасап, өлеңді жаттап алыңдар балалар.